Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге өте оңай шығатын және жұмсақ болып шығатын бургердің нанын жасап көрсететін боламын. Өте қарапайым үй жағдайында жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің видеома лайк басып, өз пікіріңізді жазып қалдырыңыз. Ендеше бірге жасап көрейік. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен осындай жылы сүтімізді ыдысымызға құятын боламыз. Міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Үстіне суымызды және бір ас қасық болатын құрғақ ашытқымызды саламыз. Және бір ас қасық болатын тұзымызды қосып, 2 ас қасық болатын қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде барлығы бөлме температурасында болуы керек, яғни жылы болуы керек. Үстіне осындай сұйық майымызды құйып, тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Ең бастысы сіздің ашытқыңыздың мерзімі өтіп кетпеген болуы қажет, яғни балғын түрін қолданыңыз. Алдын ала илектен өткізіп қойылған ұнымызды салып, осылай барлығын бірден салып жібере бересіздер, және де қолыңызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Бургеріңіздің наны өте дәмді және биік болған қаласаңыз, міндетті түрде ұныңызды илектен өткізіп алыңыз. Қамырыңыз илеп жатқанда кішкене қолыңызға жабысып жатса, кішкене сұйық маймен қолыңызды майлап алсаңыз болады. Мінекей осындай өте жұмсақ, қолыңызға жабыспайтындай қамыр шығуы қажет. Енді кішкене ғана сұйық маймен қолыңызды майлап, қамырдың барлық жеріне жағып шығамыз. Қамыр ашытқан кезде міндетті түрде осылай жасаңыз, сол кезде қамырыңыз өте керемет болып және жабыспай біркелкі ашитын болады. Және де міндетті түрде қамырыңыздың бетіне пищевой пленка немесе осындай пакетімізді салып, жақсылап нығыздап жиегін жабатын боламыз. Жылы жерге 1,5-1 сағатқа қалдырамыз. Мінекей менде 1 сағаттай уақыт өтті. Қараңыздар, осылай есе әдемі болып көтерілуі қажет. Бетіндегі целлофанды осылай алып тастаймыз. Яғни бетін майлағаннан кейін қамырыңыз қолыңызға жабыспайтын, ыдысыңызға жабыспайтын, сондай әдемі болып көтеріледі. Ыдысымыздан барлық қамырларымызды осылай алып, кішкене 1-2 минут иін қандырып илейтін боламыз. Дөп-дөңгелек қылып бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Егер де сізде весы болса, сонымен өлшеп алсаңыздар да болады, барлығы бірдей шығуы үшін. Бірақ та менде весы болмағандықтан осылай шпажканың көмегімен барынша бірдей қылып бөліп алатын боламын. Дәл осы рецептпен жасасаңыз 8 данасы шығады. Барлығын бірдей қылып бөлуге тырысыңыз. Бірдей қылып бөліп алғаннан кейін екі қолдың көмегімен кішкене сұйық майды қолыңызға жағып, дөп-дөңгелек қылып жасайтын боламыз. Құрметті менің көрерменім, менің каналымда өте оңай, бір жасағанда шығатын өте керемет рецепттер бар. Міндетті түрде ссылканы төменге қалдырамын. Барлығын осылай әдемілеп жасап аламыз және де пергамент қағаздың үстіне арасын алшақ қылтып орналастырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай бетін кішкене ғана басып және де бетін жауып қоятын боламыз. Кішкене 15-20 минутқа тағы да тындырамыз. Міндетті түрде жақсы көтерілуі үшін жылы жерге қойыңыз. Мінекей 15 минут өткеннен кейін осындай есе болып үлкейіп шығады. Ендігі кезекте бетіне осындай бір жұмыртқаның сарыуызымен бір ас қасық сүтті араластырып, бетіне жақсылап жағып шығатын боламыз. Қандай да бір булочка немесе круассан пісіретін болсаңыз, міндетті түрде осылай жұмыртқаның сарыуызымен бір ас қасық сүтті араластырып жағыңыз. Сол кезде сіздің булочкаңыздың беті жылтырап әдемі болып шығады. Толықтай барлық жеріне әдемілеп жағып шығатын боламыз және де ең соңында бетіне осындай күнжуты сеуіп шығамыз. Өзіңіздің пешіңізге қарай қыздырып 180 градуста 25-30 минутта жақсылап пісіріп алатын боламыз. Мінекей менің бургердің наны пісті. Қараңыздар, осылай қызарып, өте жұмсақ болып, иісі хош иісті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де менің видеом сізге ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша YouTube каналының дамуына аз да болса өз үлесіңізді қосыңыз. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Бір жасағаннан шығатын өте үйдегі бар қарапайым заттармен жасалатын бургердің наны, отбасыңызды қуантыңыз. Сіздермен бірге болған Гүлсая. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта өте оңай, тегін мастер-класстармен бөлісемін.